Ақтауға қонаққа келген Айбек ағаммен түстеніп отыр. Айбек аға, сізге рахмет. Сұхбат беруіңізге келіскеніңізге. Сіз Европа қайта құру және даму банкінің өкілісіз. Сол біздің қалаға не себеппен үшін келдіңіз? Бір ауыз сөзбен айтып бересіз бе? Рахмет Жансұлу, саған біріншіден осындай керемет жерге шақырып, осындай сұхбат беру шақырғанға сенің сұрағың өте маңызды. Европа қайта құру және даму банкін білсем, ол біріншіден қаржы бөлетін банкі, қаржылық институт. Одан басқа біздің банк кәсіпкерлерге бизнестегі ауруларға көмек береміз. Ол грант бөлу, 10 000 евроға дейін грант береміз. Сол ертең осы 1 наурызда осы Ақтау қаласында бизнестегі ауруларға осындай не болады, семинар TEDx стилінде білсең, ол эмоция арқылы осы бизнестегі ауруларды, кәсіпкерлерді бизнестандыру, демеу, көмек беру мақсат сондай. Осы сол үшін қалаға осы келіп отыр. Сіздер шағын бизнеске қолдау көрсетіп жүрсіздер. Осы жастарға қандай кеңес бересіз? Өте жақсы сұрақ. Осы Ақтаудың, Маңғыстау облысының осы жылдың басында көп нелермен кездестік. Осы даму, атамекен, акиматпен осы жылы бізге айтты, Ақтауда, Қазақстан жалпы бойынша жастар жылы деп. Біздің программа негізі кәсіппен істеп жүрген адамдармен жұмыс істейміз, бірақ осы жылы осы Ақтау қаласында осы Shell біздің донор бар, Shell компаниясы біздің программа арқылы бастауыш кәсіпкерлерге көмек беруде. Грант есебінде біздің программа арқылы осы жастардың проекттерін қараймыз. Рахмет. Мен сізге жеке сұрағым бар еді. Қай өңірде туылдыңыз және неше тумаласыңыз бар? Мен өзім жалпы Ақтөбе қаласында туылдым, бірақ өзім мектепті осы туған өскен жерім ол Хромтау қаласы. Естідің бе, ондай қала? Осындай қалада, осындай кішкентай, осы Жаңаөзен сияқты Ақтөбенің қасында қала. Сауат бітірдім, сонда оқыдым. Қазір бірақ Ақтөбеде тұрамын. Өзімнің кішкентай қыздарым бар. Сенен сәл кішкентай. Сол отбасым бар, 2 қызым бар. Сол Ақтөбеде қазір тұрып жатырмын. Енді қызық сұрақтар қоямын, дайындалыңыз. Сіз бала кезіңізде қандай арманыңызды жүзеге асырдыңыз? Кішкентай болған кезде Америка баруын армандайтын едім. Кішкентай кезінде көп мультфильм, киноны, американский кино қарап, барғым келді. Сондықтан студент кезінде мен Америкада болдым, бір рет бардым, программа арқылы. Содан ары 5 жыл бұрын мен Нью-Йорк қаласында бір жылдай тұрдым. Сол мен ойлаймын, осы арманымды мен жүзеге асырдым. Сіздің бала кезіңізде сізге беделді, яғни авторитетті кім болды? Анаңыз ба, әлде әкеңіз бе? Мен өзім ата мен әжемнің қолында өстім, ауылда. Ең үлкен бір авторитет адам ол менің әжем. Сіз бала кезіңізде кім сізге ең қымбат, әрі құнды затты қандай сыйлық сыйлады? Менің әкем кішкентай кезімнен бастап мектепте бастаған соң мені мотивация жасайтын еді. Мен 1-ші сынып бітірген кезде 5-пен маған Дэнди алып берді. Сосын 5-ші ма 7-ші сынып бітірген кезде 5-пен шарт қоятын еді әкем. 5-пен бітірсем мынандай алып берем. Осы 7-ші мектепте маған компьютер алып берді. Ең бірінші. Сосын велосипед. Мен ол бәрі де өте маған маңызды заттар, өйткені мотивациямен арқылы
әкем осы білімге жаңағы қызықтырды. Сол велосипед, компьютер, сол жаңа и әкем жаңа мен 18-де болған кезде жаңа Америкаға маған қаржы берді. Қаржыландырарды. Сонда маған екі шарт қойды. Я машина алып беремін, я Америкаға барамын. Сондықтан мен жаңа арманым Америка бару үшін мен Американы таңдадым. Машинасыз қалып қойдым, бірақ сонда жақсы ойлаймын, әке осындай шартпен мен білімді көтерді. Қызық екен. Сіздің арманыңыз ұқсап, менің әкем де жібін сатып Оксфордқа оқуға барды. Сен әкеңмен шешең өте жақсы мақсат қойған. Білім ол әрбір жерде ол бірінші орында болады. Өміріңіздегі ең құнды, ақылды кімнен түйіп алдыңыз? Ондай құнды сөздерді біраз адам айтты, бірақ соның ішінде ең бір маңызды мен ойлаймын осы әжем айтқан осы қарапайымдық, адамгершілік болсаң, осы өмірде адаспайсың деп. Бек аға, рахмет сізге сұхбатыңызға. Мен ойлаймын, сіздің жауаптарыңыз маған және өсіп келе жатқан жастарға пайдалы болады деп. Біз сізбен қоштаспаймыз. Болашақта әлде өзіңіз туралы және банк туралы сұхбат алып тұрамыз. Ақтауға кетіп тұрыңыздар. Сәттілік тілеймін. Рахмет Жансұлу, саған өте қызық сұрақтар қойдың. Сол мен үміттенемін. Маған қарап осы мен жастарға сенем. Осындай Қазақстанда осындай ақылды жастар бар.